Ал енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, 15 секунд ішінде өткізгіштің көлденең қимасынан 125 кулон заряд өтті. Өткізгіштегі тоқ күші қандай? Жазайық. Берілгені. Уақыт бізде 15 секунд. Заряд 125 кулон. Табу керек тоқ күші. И. Талдау. Тоқ күшін табу үшін Q-ны Т-ға бөлеміз. Шешуі. Q бізде бар 125 кулон. Уақыт бар бізде 15 секунд. Калькулятормен есептеме жоқтағанда 8,3 ампер. Сонда 15 секундта 8,3 ампер тоқ күші болады екен. Келесі мысал. Тоқ көзінің электр қозғауыш күші 4,5 вольт. 2 кулон зарядты қозғау үшін бөгде күштер қандай жұмыс жасайды? Берілгені. ЭКК 4,5 вольт. Q бізде 2 кулон. Табу керек бөгде күштің жұмысы. Астына Б деп қоясыздар. АБ. Талдау. Бізде ЭКК бұл А бөгде күш жұмысы бөлінген заряд қой. Бұдан А-ны табу үшін Q-ны Е-ге көбейтеміз. Дұрысында эпсилон зарядты көбейтеміз ЭКК-ға. Шешуі. А сонда бізде Q деген 2 кулон. ЭКК бізде 4,5 вольт. Сонда 9 джоуль шығады. 9 джоуль жұмыс жасау керек. Келесі мысал. Ұзындығы 5 метр, қимасының ауданы 0,12 мм квадрат никелин өткізгішінен 24 вольт кернеуде өтетін тоқтың күші 1,5 ампер. Никелиннің меншікті кедергісін табыңыз дейді. Жазайық. Берілгені. Өткізгіш ұзындығы бізде 5 метр. Аудан 0,12 мм квадрат. Кернеу бізде 24 вольт. Тоқ күші 1,5 ампер. Табу керек меншікті кедергі ро. ХБЖ. Так, миллиметр квадрат ол 10-6 метр квадрат. Талдау. R бізде кедергі ол ро. L бөлу S. Осыда ро табамыз. Пропорциямен крестик көбейтеміз. Сонда R көбейту S бөлінген L болады. Яғни біздің формуламыз болады. Бізге мұнда жетпейді. Кедергі. Кедергіні табу үшін Ом заңы бойынша кернеуді тоқ күшіне бөлеміз. Болды. Шешуі. Алдымен кедергіні табамыз. 24 вольт бөлеміз 1,5 ампер. 16 Ом шығады. Енді меншікті кедергі табамыз. 16 Ом көбейтеміз 0,12 10-6 метр квадрат бөлеміз 5 метр. Кем болады? Калькулятормен шығарамыз. 3,84 10-7 Ом көбейту метр. Меншікті кедергі таптық.